Соны А теңгелік аяқ киімнің бағасы бастапқы айда X% қымбаттаса, келесі айда X% арзандаса, қазіргі бағасы қандай деген сұрақ келді. Бізде бұл жерде обычно есептер келген кезде айтатын, бағасы 60 мың теңгелік күрте бірінші айда 10%-ға қымбаттады, екінші айда 10%-ға арзандады. Соңғы баға қандай десе, біз оны калькулятормен тарс-тұрс чист тастайтын. Ал мына жағдайда не істейміз? Ең бастысы оның шығару өрнегін білу керек. Қараңыздар, тауардың бағасы бастапқыда 100%. Келісесіңдер ме? Оған біз қосамыз неше пайызды? X%. Өйткені X% қымбаттады деді. Сонда X% қымбаттады деді, сонда бізде 100 плюс X деп жаза салайын. Бұл қымбаттаған. Енді естеріңде болса, біз пайызды санға айналдыру үшін оны міндетті түрде нешке бөлетін ек? 100-ге бөлетін ек. Сонда мынау табылған өрнек бірінші 100%-ға, яғни X%-ға қымбаттағандағы өрнек. Ал енді келесі айда тағы да тауардың бағасы 100%, бірақ көріп отырсыздар, келесі айда X%-ға арзандады деді. Демек, арзандады десе мен не істеймін? Азайтамын жай ғана. Демек, бұны да мен сразу санға айналдыруым керек. Сонда 100 минус X-ті бөле саламын нешеге? 100-ге. Осы табылған екі санды бір-біріне көбейтсем, соңғы өзгеру пайызы шығады екен. Соңғы өзгеру пайызы шығады екен. Сонда қараңдар, 100 плюс X бөлінген 100, көбейтілген 100 минус X бөлінген 100. Сонда қараңдар, мынау бізде былай көбейтіп, былай жақша қалып қоя салайын, түсінікті болу үшін. 100-ге 100-ді көбейтетін болса, менде қанша болады? 10 мың болады, я? 10 мың болады. Ал енді мынау қысқаша көбейту формуласы бойынша А плюс Б, мінезге жазып кетейін, А плюс Б және А минус Б-ны беріп тұр. Ал ол бізде нені береді? А квадрат минус Б квадратты. Яғни 100-дің квадраты минус X-дің квадраты деген сөз. Яғни соңғы баға қанша теңге болды дейтін болса, жай ғана бастапқы бағаны осы өрнекке көбейте салады екен. Сонда менің есебімнің жауабы болады екен. А көбейтілген 100-дің квадраты минус X квадрат бөлінген 10 мың болады екен. Ал бұл бізде Д нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Қалай? Мына есеп түсінікті ма? Байқап отқан болсаңыздар, егер пробный ұбыты тапсырған кездерде байқаған болсаңыздар, қазір есептерді осы түйде әріптерге айналдырып беріп жатыр. Осыдан бір 2-3 апта бұрын бір оқушы жіберіп, ағай, мынау концентрацияның есебін түсінбей жатырмын деп, дәл осылай өрнекпен келгенде, соны осылай оңай шығаруға болады екен. Жотам, мына есеп түсінікті ма? Жігіттер, сіздар. Мына есеп түсінікті шығар. Онда қазір 1-2 есеп талдаймыз да, одан кейін чатты ашып әңгіме қылатын боламыз. Мәссаған 289 таратындар, сілтемені тарат, 500-ге жетейік, кеттік. Келесі. Тәжірибе жасаушылар 200 дана алма ағашының жапырақтарының ұзындықтарын өлшеп, биологиялық сандық мәліметтер алды дейді. Модасын және жиілігін анықтаңыз дейді. 200 жапырақты өлшегенде, соның қараңдар, жапырақтың ұзындығы 2 см мен 3,9 см арасында 33 жапырақ бар екен. Ал 4 см мен 5,9 см арасында ұзындықтар ғой, 48 жапырақ. Дәл осылай жапырақтар өлшенген. Сонда мода деген не еді? Бұл есепте біз модасын таба алсақ, оның жиілігін табудың мүлде қажеті жоқ. Демек, мода дегеніміз ең көп кездесетін сан, немесе ең көп кездесетін жапырақ біздің есеп бойынша. Сонда ең көп кездесетін жапырақ, жақсылап қарасаңдар, ол 54. Демек, 54 деген жапырақ, ол 6 см мен 7,9 см арасындағы жапырақтар екенді. Сонда ондай жауап менде тек қана С нұсқасында тұр. Бұл жерде жиілігін табам деп бәші миыңды ауыртпай қойса. Түсінді ма? Бірақ жиілікті табу керек болатын болса, осы 54-ті жаңағы табылған 200-ге бөліп жіберсең, оның жиілігі шығады. Ал сен оны тауып миыңды бәші ашытпай қойса. Түсінді ма? Сен мода арқылы бұл есепке кіретін болсаң, есебің оп-оңай шығады екен. Мына есеп түсінікті шығар енді. Кеттік. Тағы да бір есеп талдаймыз, одан кейін чатты ашып сұрақтарыңа жауап беремін. Мә 290-ға жетейін деп қапсыз, кәнекей. Таратайық. Біздің қазіргі істеп жатқан жақсылығымыз ертең бізге қайтып келер.
может ДЖТ-дан Оразбек ағайларың осындай сабақ өтіп жатқанда сенің досың саған жіберіп қалар. Солай ғой. Кеттік. Мына есеп біраз оқушының миын кәдімгідей аударып жіберген есеп та. Бұл бізде арифметикалық прогрессияға берілген тақырып. Бірақ кейбір мәліметтер жеткіліксіз болғандықтан оны шешу біраз қиынға соғады. Соның сендерге оңай бір лайфхагын көрсетейін деп тұрмын. Қара. Болат 15 күндік сапарға шықты. Молодец, 15 күн саяхаттағысы келіп жатыр. Ол әр күн сайын алдыңғы күніне тұрақты ақша артық жұмсап отырды. Демек, бүгін 1000 теңге жұмсаса, тұрақты жұмсап отырса, ертең 1500 теңге, ар күні мысалы 2000 теңге деген сияқты жұмсап отырды да. Егер ол 5-ші және 11-ші күндері 16000 теңге жұмсаса, Болаттың осы сапарда жұмсаған ақшасы, общий ақшасы қанша? Соны сұрап жатыр. Демек, бұл есепті шығару үшін қандай жағдайды білу керек? Бірінші, орташа мән дегенді білу керек. Қараңдар, менде А5 берілді, иә? Одан кейін А11 берілді. Осы А5 пен А11-дің қосындысы 16000 теңге екен. Осыған баса назар аударыңдар. Енді қараңдар, тұрақты түрде асып отырды деді ғой. Енді мен осы жерде мына бір нәрсені жалғастырайын, тізбекті қара. Мынау менде А6 болсын, 6-шы күн, А7, А8, А9, А10. Көрдіңіздер ме? Яғни мынау ең соңғысы бізде А11. Тұрақты түрде осылай. Яғни 5-ші күннен бастап 11-ші күнге дейінгілер жазып алдым. Және бұл орташа мән болғандықтан мен оның ортасын табам. Демек, ортасы деп отқанымыз А8. Яғни мұндағы А8-ді табу үшін мен берілген 16000 теңгені бөле салады екен 2-ге. Сонда 8-ші күні ол 8000 теңге жұмсаған екен. Ал енді бізге 15 күнде қанша жұмсады десе, орташа мән 8000-ға тең болатын болса, осы берілген 8000-ді барлық күнге көбейте салады екенбіз. Сонда 8000-ді 15000-ға көбейтіп жіберсем, менде 120 000 теңге шығады екен. Ол А нұсқасында екен. Міне, Достық көшесіндегі ғимараттардың үлесі диаграммада көрсетілген дейді. Оқу орны барлық ғимараттардың 30%-ын құрайды дейді. Неше оқу орны бар екенін анықтаңыз дейді. Қараңыздар, мына есеп Б деңгейлі есеп. Именно диаграммаға байланысты да. Бірақ бұны Б деңгейлі есеп деп тармас етіп қалмаймыз. Бұны оңай тәсілмен кетеміз. Қалай ол? Қараңыздар, 30%-ы оқу орындарды құрайды. Оқу орындар мінекей мына бөлікте. Сонда 70%-ы ол мынау сандардың қосындысы ғой. Солай ма? Демек, бірінші мен 24-ке қосамын 6-ны, оған қосамын 12-ні. Бірінші істейтін әрекетім. Сонда ол менде 42 болады екен. Осы 42 деп отқан саным менде 70%. Кім келседі осы 70% екеніне? Себебі, мынау бізде 30%-да, ал қалғандары бір домалақ, график, немесе диаграмма, ол 100%. Сонда мен 100%-дан азайтатын болсам 30%-ды, сонда менде 70% қалады. Бұл 70% дегеніміз 42 не дейді? Ғимаратта, 42 ғимарат. Ал енді маған осының 30%-ын табу керек қой. Ол X дейміз. Көп оқушы осы жерде жіберетін қателігі, жіберетін уақыт көрсеткіші, ол бірінші оның 100%-ын табады. Одан кейін барып оның 30%-ын табады да, болды, стоп, олай істеме. Ол бір диаграммада тұр ғой. Сондықтан да оның өзгеру пайызы әрқашанда бірдей болады. Міне, дәл осылай сен осы санды бірден ала сал. 42-не 70%, X-ті 30% деп. Ал енді бұл есепті мен жай ғана пропорция, көбелек әдісімен шығарам. Сонымен көбелек әдісімен былай шығарып жіберетін болсам, 70 көбейтілген X тең болады 42 көбейтілген 30-ға. Сонда X-ті табатын болсам, 42 көбейтілген 30 бөлінген 70 болады да. Сонда X деп отқанымыз 18 болады екен. Келісесіңдер ма? Мынау адам жасына байланысты есеп. Көп адамның жүрегін ауыртып қойған есептердің бірі. Көп адам айтады, ағай, адам жасына байланысты есеп тиын деп айтады да. Біз оны практикалық сабақтарда талдаймыз. Мына есепті бүгін көрсетіп өтейін. Қара. Ерасылдың өзі, әжесі, анасы және қарындасы төртеуінің жастарын қосқан кезде 100-ге тең дейді. Молодец, 100-ге тең дейді. Енді анасының жасы қарындасының жасының 5 есесі дейді. Ал әжесінің жасы өзінің жасының 7 есесі дейді. Яғни ерасылдың жасының 7 есесі да. Қарындасы ерасылдан
2 жас кіші. Қарындас Ерасылдан 2 жас кіші дейді. Әжесі мен анасының жастарының айырымын тап дейді ғой. Не деген сұрақ мынау, я? Мен бұны жауаппен істеймін десем де келмей қалады да. Бұл есепті теңдеумен істеу керек екен. Теңдеумен істеген кезде мінекей кеттік. Ерасыл деп қояды. Ой, красавчик-ау деймін. Ерасылдың жасын X деп аламын. Мұқият болыңдар. Ал енді оның қарындасы деп қойын. Қарындасы Ерасылдан неше жас кіші? 2 жас кіші. Демек, қарындасының жасы X минус 2 болады. Келісесіңдер ма? Өйткені 2 жас кіші. Ерасыл 10-да болса, қарындасы 8-де деген сөзді. Ал енді анасы деп айтайын, я? Анасы дегеніміз қарындасының жасының 5 есесі дейді. Есесіне тең. Яғни қарындасынан 5 есе үлкен деген сөзді. Сонда қарындасының жасы бізде X минус 2 емес па? Соны 5-ке көбейтіп жіберсем, анасының жасы шығады екен. Енді әжесі дейік. Әжесінің жасы өзінің жасының, яғни өзі деп отқан Ерасыл. Ерасылдың жасының 7 есесі дейді. Және 7 көбейту X деген сөзді, ол өйткені Ерасылдың жасы X қой. Енді осының барлығын қоссам 100-ге тең болады екен. Сонымен кеттік қосайық. X плюс X минус 2 плюс X минус 2 көбейтілген 5 плюс 7X тең 100. Міне, теңдеу шықты. Осы теңдеуді шешіп жіберсек, Ерасылдың жасы шығады. И одан кейін тағы да орындалатын әрекеттер бар. Сонымен кеттік, дайын болсаңыздар. X жақшаның алды плюс болғандықтан өз күйінше ашылады. X минус 2 деп. Фонтанчик әдісімен жақшаны ашып жібереміз. Сонда плюс 5X минус 10 болады. Ал мына жерде плюс 7X болады. Ол тең болады екен нешеге? 100-ға, 100-ге. Сонда қараңдар, мынау X бар, мынау X бар, мынау X бар, мынау X бар. Барлық X-тарды қосып жібереміз. Сонда бізде 14X болады. Ал мынау минус 2 және минус 10 дегендер, олар қосылса минус 12 болады екен. Ал мына жерде менде 100 болады. Сонда 14X тең болады екен 100 қосылған 12-ге. Өйткені 12-ні келесі бетке өткізіп жібердім. Сонда 14X тең болады екен 112-ге. Демек, X-ті табу үшін біз 112-ні бөле саламыз нешеге? 14-ке. Енді дәл осы мәселені көрсетіп кете салайыншы мінекей. 112-ні біз бөлеміз былай 14-ке. Баған түрінде бөлуді ұмытып қалған балалар бар ғой бізде. Сонда нешеден берейін деген сұрақ. Нешеден берем? Нешеден берем? Ойланам. Сонда мен 8-ден берем деймін. 8 жердегі 4-ім 32, 8 ойдағымен 11. Сонда X деп отқаным нешеге тең екен? 8-ге. Сонда Ерасыл нешеге тең? 8-ге тең. Енді маған әжесі мен анасының жастарының айырымы керек дейді. Сонда мен әжесінің жасын табатын болсам, мына жерде бейт әдемілеп бөліп қойын. Әжесінің жасын табатын болсам, 7-ні көбейтемін 8-ге. Өйткені әжесі 7 есе үлкен ғой. Сонда 56 болады екен. Ал енді анасының жасын табатын болсам, 8-ден азайтамын 2-ні, одан кейін барып көбейтемін 5-ке. Сонда менде 8-ден 2-ні азайтып бұл 6 болады, 6-ны 5-ке көбейтсем 30 болады. Сонда соңында 56-дан азайта салам 30-ды тең 26 болады. Демек ол бізде D нұсқасында екен. Қалай, түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Міне, сообщениені ашып жібердім. 2 есеп. Сұрақ бар ма 2 есеп бойынша? Түсінікті ма? Тамаша, ризамын, қарашы, түсінікті дейді. Мә, саған ризамын, күшті деп қояды. Тамаша, оңай есеп па? Оңай есеп қой. Мынаны үші бұлар Б, С нұсқа деп қояды. Мына есеп кәдімгі А деңгейдің есебі ғой. А деңгейдің есебі, солай ма? Кеттік ары қарай. Бірден бастап соңында көрсетем. Скриндауға уақыт берем. Түсінікті ма? Жауаппен жұмыс істеуге шығаруға болады деген комментарий бар ма арамызда? Мә, саған жауаппен жұмыс істеуге анандай, мынандай деп не ашып кетеді ғой. Одан да теңдеу оңай болады бізде, я? Все, кеттік онда. Жалғастыраймыз. Сообщениені жаттық. Ағай деймін да, дейма? Ұятай, мен мынаны қиындатып жүрсем дейді. Ой, бұл қиын есеп емес екен ғой, оңай есеп екен ғой. Кеттік. 6-шы есепке келіп қалдық. Молодец. Уже 27 минут уақыт өтіп кетті. Дегенде өтіп барадыр ау деймін. Кеттік. Мынау геометрияның есебі ғой. Көп оқушы жүрегін тұтап қалатын есеп қой. Геометрия, математикалық сауаттылықта геометрия не бұл деген есеп. Дәл осындай есепті шығарып көрейік. Кеттік.
Анасы қызына диаметрі 28 сантиметр болатын пиццаның доғасының өлшемі 60 градус бөлігін қызына кесіп берді дейді. Молодец. Пиццаның 1 квадрат сантиметрі 0,8 грамм болса, қызының жеген пиццасының массасын табыңыз дейді. Мәссаған. Мынау кімнің құрастырған есебі? Пи тең 3-ке дейді ғой. Күшті есеп құрастырып. Демек, пиццаны елестетейік. Жарықтық. Пицца дөңгелек. Бір ескертетін жайт, ол 360 градус. Осыдан естен шығармаңдар, Енді, оның диаметрі деген ана точкадан мына точкаға дейін қосатын нүкте ғой. Бұл бізде мысалы АБ деп ойлайық та. АБ деп ойлайық. Сонда мендегі АБ деп отқаным тең 28-ге. Ал ол диаметр ғой. Сонда ол тең диаметрге Д деп қойын. Маған жарықтық радиус керек қой, оның ауданын табу үшін, Демек, радиусты табу үшін мен диаметрді бөлуім керек екке. Яғни 28-ді бөліп жіберем екке, тең болады қанша? 14 сымы. Яғни 14 сантиметр. Енді осы берілген пиццаның толық бетінің ауданын табу керек. Неге? Өйткені оның жалпы салмағын білуім керек қой. Сонда не істеймін мен? Оның ауданын табудың мынандай бір формуласы бар. S тең πr квадрат деген. Жаттап алыңдар. Дөңгелектің ауданын табу формуласы. Сонда S тең болады 3 көбейтілген 14-тің квадраты дейді. Мінеке 14-тің квадраты дейді. Сонда бізде S тең 3-ті көбейтеміз нешенің квадратына? 14-тің квадратына. Ал енді 14-тің квадратын тез тауып жіберейік. Ал оның квадратын таба алмай қалсаңдар, калькулятор жоқ болып қалса, немесе вдруг калькуляторың істемей қалса, оны баған түрінде көбейте сал. Өйткені қазір көп оқушы осы нәрсені де ұмытып қапты. Сонымен 4 жердегі 4-ің 16 бір ойда, 4 жердегі 1-ің 4, ойдағымен 5, мынау 4 и анау 1. Сонда біз 6, 9, 1, 196 екен. Демек 14-тің квадраты 196, 3-ті көбейтемін 196-ға. Міне, математикада калькуляторды қолданбай осылай көбірек есеп шығарсандар, мынау ми жақсы жұмыс істейді. Сонда логикалық қабілетте арта бастайды. Ал енді кеттік, S-ті табу үшін мен осы 196-ны көбейтуім керек нешке? 3-ке. 196-ны көбейте саламын 3-ке. 8 бір ойда, 27 ойдағымен 28, 2 ойда, 3 ойдағымен 5. Тең болды 588. Яғни жалпы, қайталап айтам, жалпы, ойбай, мені кім іздеп жатыр? Айналайын, іздемей тұра тұр. Жалпы пиццаның ауданы 588 екен. Сонда енді арғарай келесі мәселе, мынау 360 градус дедім ғой, оған 60 градустық бөлімді ғана берді, Сонда мен 360 градусты бөліп жіберетін болсам 60-қа, сонда ол 6 бөлік деген сөз да. 6 бөлік деген сөз. Яғни 6 бөлікке бөлінген, мамасы сол бір бөліктің несін ғана берген ғой енді, бөлігін ғана берген да. Сонда 1 квадрат сантиметр ол 0,8-ге тең болса, онда мен оны 6 бөлікке бөлуім керек. Бірінші общий салмақты тауып алайын да. Сонда 588-ді көбейте салайын 0,8-ге. Ал енді осыған енді мыжып кетпей калькуляторды қолдана салайықшы. Көбейтемін 0,8-ге. Сонда тең болады екен 470,4. 470 бүтін, ойбай. 470,4 екен. Яғни общий пиццаның салмағы. Енді осы 470,4-ті бөлемін 6-ға. Өйткені оның 6 бөлігінің 1 бөлігін ғана алды. Енді бөліп жіберетін болсам 6-ға тең болады екен 78,4. Яғни ол бізде Б нұсқасында дұрыс келген екен. Не үшін 6-ға бөлдіңдер деген сұрақ келетін болса, 6-ға бөлуімнің басты себебі өйткені 60 градустан бөліп алдым пиццаны. Түсінді ма? Сонда ода жалпы 6 бөлік шыққан екен. Ол 6 бөліктің 1 бөлігін ғана алды. Ойбай, мына жігіт қайта звондай берді. Дальше кеттік па? Кеттік онда. Мінекей, мына есепті кәдімгідей С деңгейдің есебі деп айтты ғой. Дәл осы есепті С деңгейдің есебі деді. Енді, былай қарап отырсаң, заңдылық көрінбейді. Былай бетеп қарап отырсаң, заңдылық көрінбейді. Бірден көрінбейді да. Сондықтан да бұл есепті мынандай бір амалмен шығару керек. Қараңдар. 0, 4, 18, 48 и 100. Мен оқушыларға айтам.
егер бүйтіп бір қарағанда көрінбесе, онда оны бір әрекетпен орындау керек. Қандай әрекет? Демек, бірінші сұрақ. Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? Ой, молодец, 4 қосылды деп біреу айтты деймін, Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? Қараймыз. Ой, молодец, 14 қосылды деп біреу айтты деймін. Так, мынау мынаған арту үшін неше қосылды? 30 қосылды дейді. Ой, молодец, біреу айтты деймін. Так, келесі, мынау мынаған арту үшін неше қосылды? 52 қосылды дейді. Ой, молодец, біреу айтты деймін бізде. Жазғыларың келіп тұр, бірақ сообщение жазылмай тұр да, өшіріп тастадым. Сонымен кеттік. Келесі жағдайды тағы да жалғастырамыз. Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? Бұл жерде 10 қосылды көрініп тұр, Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? Қарап отырсам 16 қосылған екен. Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? Қарап отырсам 22 қосылған екен. Әрі қарай жалғастырам, қара. Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? 6 қосылды. Мынау мынаған арту үшін неше қосылды? Ойбай, бұған да 6 қосылды. Мені таптым мен. Яғни, ол 6-ға артып жатыр. Демек, келесі санды табу үшін мен қандай әрекет жасаймын? Мынаны былай сызамда, бұған 6-ны қосам. Сонда бұл 20 қанша болады? 8 болады. Келесі санды табу үшін оған мінекей 22 мен нешені қосам? Мынау 52-ге 28-ді қосып жіберем. 52-ге 28-ді қосып жіберсем, менде қанша болады? 80 болады екен. Ал енді келесі санды табу үшін 100-ге 80-ді қосамын. Сонда 180 болады екен. Сонда менің жауабым С нұсқасында дұрыс екен. Ертең алдағы уақытта осы есеп кеп қап жатса, біз бәріміз қорқатын жаңа боялған бөліктің ауданы деген есеп бар ғой. Сол типтес есептерді бәріміз қорқатын есептердің бірі. Бұл да геометрия ғой енді. Енді бұның мен оқушыларға айтам, оңай жолы бар. Сол оңай жолмен спокойно кете салу керек. Қарам. Толықтыру керек. Мынаны былай бүйтіп сызып толықтырып алу керек. Түсінікті ма? Толықтырып алғаннан кейін екі түрлі формуланы білсеңдер болды. Бұл есепте екі түрлі формула. Бірінші формула. Үшбұрыштың ауданын табу. 2-ден 1 А көбейту H. Осы. Одан кейін төртбұрыштың ауданын табу. А көбейту Б деген. Болды. Осы екі формуланың көмегімен бұл есепті оңай шығаруға болады. Түсінікті ма? Сонымен кеттік. Бірінші, мынау қызыл сызықпен сызылған үлкен төртбұрыштың ауданын табамын. Санаймын. Өйткені бір торкөздікі 1 сантиметр квадрат деді. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ұзындығы 7. 1, 2, 3, 4, 5. Биіктігі 5. Сонда бұл төртбұрыштың ауданы 7 көбейтілген 5 тең 35 сантиметр квадрат. Түсінікті ма? Енді қара, маған керек емес аумақтардың ауданын табам. Ол керек емес аумақтар мінекей мына бөлік маған. Ол менде қандай үшбұрыш? Тек бұрышты үшбұрыш. Тек бұрышты үшбұрышта маған биіктікпен табан қажет болды. Кеттік, мынау биіктік болсын. 1, 2, 3. Мынау 1, 2, 3. Биіктікте табанда 1, 2, 3 тең. Демек, аудан бойынша S1 үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Демек, 3-ке 3-ті көбейтсем 9, оны 2-ке бөліп жіберсем 4,5 болады екен. Одан кейін қарап отырсаңдар, мына үшбұрыштың маған керегі жоқ. Түсінікті ма? Сонда бұның табаны 1, 2, 3, 4, ал биіктігі 1, 2. Келісесіңдер ма? Оны көк түспен бояп қойыншы. Мынау менде екінші үшбұрыш. Осының ауданын іздеп жатырмын. Демек, ол S2 болсын. Сонда 2-ден 1 көбейтілген 4 көбейтілген 2. Сонда мынау 2 мен 2 қысқарып кетсе 4 сантиметр квадрат болады екен. Мына жерде 4,5 сантиметр квадрат. Ал енді маған мына жердегі үшбұрышты бүйтіп сызып алайын, қара. Мына үшбұрыш керек та, мына үшбұрыш. Өйткені бұл астымен кетеді емес, трапеция болып кетеді. Оны мида аштық не істейміз? Сонда қараңдар, 1, 2, 1, 2. Яғни 2-ге 2 болатын болса, мына жерден жазайын. S3 деп отқанымыз 2-ден 1 көбейтілген 2 көбейтілген 2. 2 мен 2 қысқарса 2 сантиметр квадрат деген сөз. Ал енді соңғы мына сарымен ала салайыншы, мына бір бөлік көрдіңдер ма? Бұл бөлік кәдімгі түк төртбұрыш қой, енді 1-ге 2-ні көбейтсек 2 болады. Оны мен S4 деп жазатын болсам, 2 көбейтілген 1 тең болады 2 сантиметр квадрат. Сарымен онша көрінбейді екен, е? Енді мен бастапқы 35-ден, яғни 35 сантиметр квадраттан бірінші 4,5-ды азайтам, одан кейін 4-ті азайтам, одан кейін нешені азайтам? 2-ні азайтам, одан кейін 2-ні азайтам. Сонда мен бәрін азайтатын болсам, 22,5 шығады екен.
Ал ол менде қай нұсқада келіп тұр екен? А нұсқасында келіп тұр екен. Түсінікті ма? Мына бір есеп түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Давайте осы есепті бір талдап жіберейікші. Түсінікті ма мына есеп? Чатты ашып қойдым. Түсінікті ма менің қандай әрекет істегенім? Түсінікті ма? Я, осы есепті осы тәсілмен шығаратын болсаңдар, қатты қиын болмайды, түсінікті ма? Сәл түсіндім дейді. Пик формуласына салмай қоя сал. Пик формуласына салмай қоя сал. Өйткені шатасып кетуің мүмкін. Мен өткенде бір практикалық сабақта айтып едім, нұсқа талдауда ма? Орнын ауыстырып алдым да, сонымен кетіп қалды қарай. Түсінікті ма? Тамаша, тамаша. Онда кеттік. Ары қарай жалғастырайық. Сообщениені өшіріп қояйық, кеттік. Так, сары түс, я, дұрыс көрінбей қалады екен, я. Сары түс дұрыс көрінбей қалады екен. Так, кеттік. Келесі 9-шы есеп. 9-шы есеп. Дербес жағдайларды қорытындылай отырып, келесі қосындыға арналған формуланы тап дейді. Ей, мынау біраз адамның миын ашып қоятын есеп қой. С деңгейлі есепті, бұл есептің мынандай бір лайфхағы бар екен. Қара. Менде алғашқы неше сан берілген? 3 сан берілген. Яғни мына формуланың барлығы осы тізбектің кез келген мүшесіне орындалады да. Яғни оны 4 санды тауып алып қоссаң да, 5 санды тауып алып қоссаң да, 6 санды қойып алып тауып алып қоссаң да орындала береді. Бұл 9-шы класста бір индукция әдісі деген бір тақырып бар да. Сол тақырыпты қуып кеткен бір тақырыппен алынған сияқты да. Бірақ оны біз бері қарай шақырып алайық. Ей, айналайын, кел, оңай жолмен деп. Демек, оңай жолмен кететін болсақ, бірінші әрекет қараңдар. 1 плюс 2 плюс 2-нің квадраты нешке тең тауып аламыз? 1 плюс 2 плюс 4 дейді. 2-нің квадраты 4 қой. Сонда менде жалпы 7 болады. Яғни мен неше мүше қостым? 3 мүшені қосып едім, нәтиже неше болды? 7 болды. Демек, мына формуладағы n-нің орнына 3-ті қойған кезде, ай жауапта 7 шықса, сол сенің дұрыс жауабың болады. Түсінікті ма? Сонымен бірінші формуланы тексерем. S3 тең болады. 2, 3 қосылған 1 азайту 3. 2-нің 4 дәрежесі азайту 3. 2-нің 4 дәрежесі 16. Одан 3-ті азайтатын болсақ 13 қалады. Ал маған 7 керек. Онда А нұсқа болды. Маған керек емес. Кеттік. Б нұсқаны тексереміз. S3 тең болады. 2-нің 3 дәрежесі қосылған 1. 2-нің 3 дәрежесі 8, оған 1-ді қосып жіберетін болсам 9 болады. Сонда Б нұсқада керек емес маған. Кеттік. С нұсқаны тексереміз. S3 тең болады. 2, 3 азайту 1 қосылған 1. 2-нің 2 дәрежесі қосылған 1. 2-нің 2 дәрежесі 4. Оған 1-ді қосатын болсам 5. Ой, бұл С-да келмейді екен ғой. Онда, конечно, Д деген жауап. Кеттік. S3 тең болады. 2-нің 3 дәрежесі азайту 1. 8 азайту 1 тең 7. Міне менің 7 деген жауабым. Яғни Д нұсқасы бізде дұрыс екен. Міне, бұл есепті осындай бір лайфхакпен кіріп кетсеңдер, миды ашытпай-ақ қоя саласыңдар. Түсінікті ма? Өйткені мына формуланың барлығы барлық қосындыға берілген. Ал енді қосындының санын өзің таңдай аласың. Қаласаң 3-ін ал, қаласаң 2-ін ал, қаласаң 4-ін ал, өзің білесің. Так, мынау соңғы есеп. Одан кейін тағы да бір есеп бар и аяқтаймыз. Қараңыздар. Қабырғалары 9 см, 12 см және 18 см болатын тік төртбұрышты параллелепипедке ең көп дегенде 43 см неше куб салуға болады. Яғни бұны қалай түсіну керек? Менде мынандай үлкен бір коробка бар деймін. Параллелепипед деген сөз ол қорап деген сөз. Осылай түсініңіздерші. Егер үй дейтін болса, ол бір бөлменің іші деген сөз. Мынау параллелепипед. Оның өлшемдері бар екен. Демек, ұзындығы 12 см дейін, ұзындығы 18 дейін ең ұзын екен ғой. Сонда ені 12 см дейін, биіктігі 9 дейін. Енді араластырып жібердім, мен рет-ретмен қойып алдым. Яғни мұндағы А деп отқаным 18-ге, Б деп отқаным 12-ге, С деп отқаным нешеге тең? 9-ға тең деген сөз. Енді осының ішіне мынандай бір кубиктерді салып шығу керек. Мінекей, мынандай кубиктерді салып шығу керек. Енді куб деген сөз, немесе текше деген сөз, қазақша текше ғой. Оның қыры 3-ке тең дейді. Яғни ол жерде оның барлық қыры тең деген сөз да. Яғни ол жердегі А 3-ке тең да. Енді бұл ішіне салу керек дейтін болса, ішіне бірдеңе салу керек, құю керек дейтін болса, онда ол көлем деген сөз. Параллелепипедтің көлемі А көбейту Б көбейту С деген формула. Ал кубтың көлемі А куб деген формула. Яғни А 3 рет жазылады деген сөз. Ал енді қандай да бір үлкен заттың ішіне кішкентай заттан нешеу сияды дейтін болса,
үлкен заттың көлемін кішкентай заттың көлеміне бөлу керек. Яғни V1-ді, мынау V1, мынау V2 дейін. Бөледі екенмін V2-ге. Сонда V1 деп отқаным менде 18 көбейту 12 көбейту 9 да. Оны бөлемін 3 көбейту 3 көбейту 3-ке. Неге? Өйткені ол А куб деген формуламен табылады. Яғни 3 ол жерде 3 деген сөз да. Сонда мына 3 пен мынау қысқаратын болса, мына жерде 3 қалады. Мына 3 пен мынау қысқаратын болса, мына жерде неше қалады? 4 қалады. Мына мен мынау қысқаратын болса, менде 6 қалады. Сонда мен 6 көбейту 4 көбейту 3 дейтін болсам, 72 болады екен. Сонда мына үлкен қораптың ішіне мынандай кішкентай қораптан 72 қорап сыйып кетеді деген сөз екен.